Ауыз ашарға өте ерекше 4 салаттың тізімімен бөлісетін боламын. Жасауы өте оңай, міндетті түрде істеп көріңіздер. Біріншісі мужские слезы деп аталады. Пиязымызды осылай жіңішкелеп тураймыз және 9% уксустың жарты шай қасықпен құйып 10 минутқа маринадтайтын боламыз. Тәрелкеміздің төменгі бөлігіне осы пиязымызды жайып шығамыз, оның үстіне колбасаны осылай себеміз. Колбасаның орнына кәдімгі сиырдың етін қойсаңыздар да болады. Кезекпен кезек осылай жағып шығамыз. Енді бетіне майонез жағамыз және де оның бетіне жұмыртқаны осылай теркіден өткізіп салатын боламыз. Тағы да майонез жағып шығамыз. Және де бір бетіне теркіден өткізілген сиырды және екінші бөлігіне грек жаңғағын осылай себетін боламыз. Тағы да майонезбен осылай қайталаймыз және де керісінше келесі бөлігіне сиырды, келесі бөлігіне грек жаңғағын қоямыз. Өте дәмді болып шығады, ерекше салат, міндетті түрде істеп көріңіздер. Екінші салатымыз корейский салат, ой мучим деп аталады. Бұны біздер қиярымызды дәл видеодағыдай кесеміз. Енді морковымызды теркіден өткіземіз осылай. Ыңғайлы ыдысқа салып, бір-бірінің үстіне салатын боламыз. Чеснокты осылай теркіден болмаса әдейі осындай нәрсемен езіп алсаңыздар болады. Міне енді сұйық майды құйып жатырмыз. Біраз қасықпен енді соевый соусты құямыз. Тұз саламыз. Бұрыш саламыз. Жақсылап араластыратын боламыз. Өте тез дайындалатын салат, міндетті түрде істеп көріңіздер. Өте дәмді болып шығады. Енді осыны әдемілеп қоятын боламыз дастарханымызға. Міне дайын. Енді біздің үшінші салатымыз ачучук салаты деп аталады. Құрамына тек қана помидор мен пияз ғана керек. Помидорымызды осылай жұқалап, әдемілеп турайтын боламыз. Енді пиязымызды да дәл видеодағыдай әдемілеп турап аламыз. Осылай бөліп аламыз барлығын. Екеуін бірге қосамыз, тұз саламыз, бұрыш саламыз. Және де аздап сұйық май құйып, қызыл бұрыш салып, жақсылап араластырамыз, салатымыз дайын. Міндетті түрде істеп көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Енді үшінші салатымыз хит болған алатау салаты. Бұл салаттың жасау жолы өте оңай. Ол үшін бізге ет қажет болады. Және де помидор қажет, қызанақ яғни. Оның үстіне жұмыртқа және қияр қажет болады. Сыр, тұз саламыз аздап. Майонез салып, жақсылап араластырамыз. Міне жақсылап араласқаннан кейін әдемі тарелкамызға осылай қоямыз. Ештеңе пісіріп қажет емес. Енді осының бетіне чечилді әдемілеп осылай алып аламыз да араларын ашып бөлеміз және де орап әдемілеп қоямыз. Хит болған салат, міндетті түрде істеп көріңіздер. Барлық қонақтарыңызға ұнайтынына сенімдімін. Егер рецепттер ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, біздің арнамызға тіркелуді ұмытпаңыздар. Қазақша контентті қолдап, достарыңызға таратуды ұмытпаңыздар. Міне дайын. Қыздар, сонымен қатар менің YouTube арнамда осындай көптеген тегін мастер-класстар бар. Осыны үйреніп сіздер табыс тапсаңыздар да болады. Қонақтарыңызға жасасаңыздар да өте әдемі болып шығады. Бұл тек менің оқырмандарыма көрінеді. Сондықтан міндетті түрде подписаться кнопкасын басыңыздар.